Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған алгебра пәнінің ТЖБ тапсырмасының 1-ші нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар видеоның соңына дейін қарап есептерді мұқият тыңдай отырып түсініп алуға тырысыңдар. Енді бізге мынандай теңдеу берілген. Теңдеуін ax квадрат қосылған bx қосылған с тең 0 түріне келтіріңдер және бірінші, екінші бос мүшені көрсетіңіз. Ең алдымен оқушылар жақшаны ашамыз. X қосылған 3 квадраты, яғни екі өрнектің қосындысының квадраты қысқаша көбейту формуласын саламыз. Жақшаны ашқан кезде x квадрат қосылған 6x қосылған 9 болып ашылады. Қосамыз 7x-ті, 4x-ті көбейтудің үлестірімді қасиетін пайдаланып, жақшаның ішіндегі өрнекке жеке-жеке көбейтіп шығарамыз. Сонда 4x квадрат минус 36x болады. Енді барлығын бір жаққа жинақтаймыз. Сонда x квадрат минус 4x квадрат 6x пен 7x 13x болады. Қосамыз 9-ды, 36x, яғни минус таңбасы плюс таңба болып ауысады. Сонда 36x тең болады 0-ге. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X квадрат минус 4x квадрат минус 3x квадрат болады. Мұнда плюс 13x плюс 36x қосылып 49x болады. Және қосамыз 9-ды тең болады 0-ге. Енді оқушылар, мұндағы бірінші мүшесі, яғни a тең болады минус 3-ге, b тең болады 49-ға, с тең болады, яғни бос мүшесі 9-ға тең. Немесе оқушылар, мына өрнекті толықтай минус 1-ге көбейтіп, 3x квадрат минус 49x минус 9 деп алатын болсақ, сонда бізде a 3-ге тең болады, b минус 49-ға тең болады, ал с минус 9-ға тең болады. Келесі оқушылар, екінші тапсырманың астында төмендегі теңдеулердің қайсысы келтірген квадрат теңдеу. Яғни оқушылар, мұндағы бізде a1-ге тең болатын болса, сонда x квадрат қосылған bx қосылған с тең болады 0 деген теңдеу шығады. Ол бізде келтірілген квадрат теңдеу болады. Мұнда мінеке a минус 1-ге тең екен, мұнда 2-ге тең, мұнда 2-ден 1-ге тең, мұнда 1-ге тең, демек бізде г дұрыс жауап болады екен. Енді екінші тапсырманың б-сында берілген түбірлер бойынша келтірілген квадрат теңдеуді құрастырыңыз. Енді жалпы оқушылар, ең алдымен келтірілген квадрат теңдеудің формуласын жазып алайық. X квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0-ге. Енді оқушылар, мұнда біз вет теоремасы бойынша x1 мен x2-ні қосатын болсақ, ол тең болады минус p-ға, ал x1 мен x2-ні көбейтетін болсақ, ол тең болады q-ға. Сонда біз x1 мен x2-ні қоссақ, яғни мұнда бірісін жазайғы, 3 қосылған минус 1 тең болады 2-ге, ал 3 көбейтілген минус 1 тең болады минус 3-ге. Енді формуласын жазатын болсақ, x квадрат минус p дедіге, мұндағы 2-ні біз минус 2x деп жазамыз, минус 3 тең болады 0-ге. Сонда бізде x квадрат минус 2x минус 3 тең болады 0 деген теңдеу шығады екен. Мінеке, мұнда в нұсқасы дұрыс жауап болады екен. Келесі оқушылар, үшінші тапсырмада 3x квадрат минус 6x қосылған с тең 0 квадрат теңдеуі берілген. Астында с параметрінің қандай мәнінде теңдеудің өзара тең екі түбірі бар, ал б-да теңдеудің осы түбірлерін табыңыз. Оқушылар, өздерін білу керексіңдер. Дискриминант 0-ге тең болған жағдайда теңдеудің өзара тең екі түбірі болады. Мінеке, d тең 0 деп аламыз да, d-ны табу үшін b квадрат минус 4ac деген формуланы қолданушы едіге. Енді осыны біз тең 0 деп аламыз. Сонда b-ның орнына минус 6-ны қоямыз, a-ның орнына 3-ті, с-ның орнына с-ның өзін аламыз. Сонда 36 минус 12с тең 0 болады. Енді минус 12с тең 36-ны теңдіктің оң жағына қарама-қарсы таңбамен шығарамыз. Екі таңба, екеуінің де таңбасы минус болғандықтан минусты алып тастаймыз да, сонда с-ны табу үшін 36-ны 12-ге бөліп с тең 3 деп аламыз. Енді мұндағы с-ның орнына 3-ті қойып, осы теңдеудің түбірлерін табамыз. Сонда бізде b квадрат минус 4ac деген формуланы қолданып, d-ны 0-ге теңеп алдық. x1 мен x2-ні тапқан кезде ол екеуі 1-ге тең болады екен. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырмада x квадрат минус 16x қосылған 63 тең 0 теңдеуінің түбірлерін таппай, төмендегілерді табыңыз.
Яғни оқушылар, мұнда біз вет теоремасының формуласын қолданамыз. x1 мен x2-ні қосқан кезде бізде минус p болу керек. Минус p деп алатын болса, оқушылар, мінекей минус 16 болып тұр. Демек бізде ол тең болады 16-ға. Қарама-қарсы таңбамен аламыз. x1 мен x2-ні көбейткен кезде ол бізде q-ға тең болу керек. Q дегеніміз мінекей 63. Енді b тапсырмасы бойынша x-тен 1 мен, яғни x1-ден 1-ге қосамыз x2-ден 1-ді. Екеуін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі x1 мен x2 болады. Сонда мұнда біз x2-ні береміз. Ал мұнда x1-ді береміз. Көбейтіп қосамыз, сонда x2 қосылған x1 болады. Енді оқушылар, мінекей x1 мен x2-ні көбейтіндісі 63-ке тең, ал олардың қосындысы 16-ға тең. Енді оқушылар, 5-ші тапсырмада x квадрат минус 6x қосылған 8 квадрат 3 мүшелік үшін асында толық квадратты айырыңыз, ал б-сында квадрат 3 мүшені көбейткіштерге жіктеңіз. Оқушылар, толық квадраттан айыратын болсақ, яғни x квадрат минус 6x қосылған 8 тең болады. Екі өрнектің айырымының квадратына келтіреміз. X-тің өзін аламыз. Мұндағы минус 6x-ті бөлеміз 2-ке, сонда 3 болады. Минус 3 деп аламыз. Осының квадраты деп аламыз. Мінекей толық квадратынан айырып алдық. Енді мінекей мұнда жақшаны ашатын болсақ, x квадрат минус 6x плюс 9 болады. Ал мұнда бізде мінекей 8 деген сан шығып тұр. Демек мұнда біз минус 1-ді тіркеп аламыз. Сонда плюс 9 минус 1 бізде 8 шығады. Мінекей осылай толық квадратынан айырып қойдық. Енді осыны квадрат 3 мүшеге жіктейміз. Жалпы квадрат 3 мүшенің негізгі формуласын жазып қойық. ax квадрат қосылған bx қосылған с тең болады a жақшаның ішінде x азайтылған x1 x азайтылған x2 болады. Енді формулаға салатын болсақ, ең алдымен түбірлерін тауып алайық. d тең болады b квадрат минус 4a-сыға минус 6-ның квадраты минус 4 көбейтеміз 1-ге, көбейтеміз 8-ге. Сонда оқушылар, 36, мұнда 32, 4 болады. 4 бізде 0-ден үлкен, демек 2 түбір болады. x1, x2 минус b плюс минус d бөлінген 2a болады. Формулада минус бар, мұнда минус 6, сонда плюс 6 болып түседі. Плюс минус түбірасында 4 бөлінген 2. Сонда плюс минус 2 деп аламызды, бөліміз 2-ге. Енді жеке-жеке есептейтін болсақ, сонда бізде 6-ға қосамыз 2-ні, 8 бөліміз 2, 4 болады. 6-ны азайтамыз 2-ні, 4 бөліміз 2, 2 болады. Енді квадрат 3 мүшеге жіктейтін болсақ, жоқ оқушыларына ax квадратты формуланы жазбай қойық. Мұндағы негізгі берілген теңдеу жазайғы. X квадрат минус 6x қосылған 8 тең болады. X азайтылған 2, X азайтылған 4. Мінекей x1-дің орнына 2-ні, x2-ның орнына 4-ті қоямыз. Келесі оқушылар, 6-шы тапсырма. Берілген теңдеу бойынша, мінекей мынадай теңдеу берілген. Біріншісінде теңдеудің мүмкін мәндері облысын анықтаңыз. Ал б-сында рационал теңдеуді квадраттық теңдеу түріне келтіріңіз. Ал в-сында рационал теңдеуді шешіңіз. Оқушылар, мұнда біз мүмкін мәндер облысын табатын болсақ, А тапсырмасы бойынша бізде бөлшектің бөлімі 0-ге айналмайтын сан болу керек. Егер біз x орнына 3-ті қоятын болсақ, бізде бөлшектің бөлімі 0-ге айналады. Бұл теңдеудің мәні болмай қалады. Демек бізде x 3-ке тең болмау керек, және x мұнда минус 3-ке тең болмау керек. Мұнда біз 3-ті қоятын болсақ, 0 болып кетеді, ал мұнда минус 3-ті қоятын болсақ, не болады? 0 болады. Осы теңдеудің мәні болмайды. Бұл бізде А тапсырмасы. Енді Б тапсырмасы бойынша осы теңдеуді квадрат теңдеу түріне келтіруіміз керек.
Оқушылар, берілген рационал теңдеуді квадрат теңдеуге келтіру үшін ең алдымен ортақ бөлімін келтіреміз. Бізде ортақ бөлімі x минус 3, x плюс 3 болады, яғни x квадрат минус 9 болады. А минус b, а плюс b ашқан кезде x квадрат минус 9 болады. Сонда x минус 3, x плюс 3, мұнда 1 береміз, мұнда x минус 3 береміз, мұнда x плюс 3 береміз. Енді жеке-жеке көбейтетін болсақ, сонда x квадрат плюс 3x болады. Мұнда минус 2x, минус 3 минус 2 плюс 6 болады. Мұнда 8 болады. Өздерің көріп тұрғандай бөлшектің бөлімі бірдей болды, тек қана алымын жазатын боламыз. Сонда x квадрат 3x пен минус 2x x болады, плюс 6, 8. Минус 8 болып теңдіктің сол жағына ауысатын болса, сонда минус 2 тең болады 0-ге. Мінекей квадрат теңдеу түріне келтірілді. Енді осыны шешетін боламыз. d тең болады b квадрат минус 4ac 1-ге тең, 1-ді квадраттаймыз, минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 2 тең болады, көбейтеміз 8, мына 2 минусымыз плюс болады, 1-ге қосылады, сонда 9 болады. x1 мен x2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус d бөлінген 2a тең болады, минус 1 плюс минус түбір астында 9 бөлінген 2. Сонда минус 1 плюс минус 3 бөлінген 2 болады, тең болады. Минус 1 мен минус 3 қосатын болсақ, минус 4 болады, 2 бөлетін болсақ, минус 2 болады. Минус 1 мен минус плюс 3 қосатын болсақ, 2 болады, 2 бөлетін болсақ, 1 болады. Сонда оқушылар жауабы минус 2-де 1 болады екен. Келесі оқушылар, яғни соңғы тапсырма теңдеуді шешіңіз. Оқушылар, мұндағы x-ті t-ға теңеп алайық, яғни басқа бір айнымалымен алмастырып алайық. Модулінің астындағы x-ті t-ға теңейтін болсақ, x квадраттың өзін t квадратқа теңеп аламыз. Енді сонда бізде t квадрат минус 7t қосылған 12 тең болады 0 деген жаңа теңдеу шықты. Енді осыны дискриминант арқылы түбірін табамыз. Минус 7-нің квадраты минус 4 көбейтеміз 1 көбейтеміз 12-ні. 7-нің квадраты 49, азайтамыз, көбейтеміз наны 48 тең болады 1-ге. Енді t1 мен t2-ні табатын болсақ, минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a тең болады 7 болады, минус таңбасы бар, минус 7 плюс 7 болып түседі, сонда плюс минус 1 болады, 1 түбір астынан 1 болып шығады, сонда 2 тең болады. 7-ге қосамыз 1-ді 8 бөлеміз 2 4 болады. 7-ні азайтамыз 1-ді 6 бөлеміз 2 3 болады. Енді оқушылар, бастапқы кездегі мұнда әкеп қоятын болсақ, модулінің астындағы x тең болады t-ға, яғни модулінің астындағы x тең болады 4 деп аламыз. Сонда бізде x1 мен x2 тең болады плюс минус 4-ге, яғни модулінің ішінде плюс минус 4 болуы мүмкін. Енді екіншісінде модулінің астындағы x тең болады 3-ге деп аламыз. Сонда бізде x1 мен x2 тең болады плюс минус 3-ге. Сонда оқушылар, жауабы минус 4, минус 3 және 4 болуы мүмкін. Оқушылар, сонымен өздерін көріп тұрғандай, ТЖВ тапсырмасының бірінші нұсқасын толық талдап аяқтадық. Егер қажет болса, каналымда екінші нұсқасы бар. Жалпы оқушылар, бұл алгебрадан бөлек каналымда физика және геометрия пәндерінің ПЖВ, ТЖВ талдау сабақтары бар. Қажетті сабақтарды каналға кіріп қарасаңдар болады. Сау болыңдар.